Қазір күресте осы өскен. Бұны барлығымыздың қазынан шығымыз осы. Қадар қалмағандарында мен. Келіп тұр білден, бір қарап өткендіңіздер. Ойбай. Не деген мынау? Саламатсыздар ма? Алты болсын барлығы. Оң болсын да, құтты болсын. Рахмет жаным. Қасымдағы ару кімнің жонушкасы екенін білесіздер? Мериюша деген атты мен бұрыннан естіп ғашық болып жүргем. Бұрыннан болғанда жақында ғана шықты, керемет орамалдар, отандық бренд. Мен сол брендтің егесімен бүгін танысам деп ойламаппын. Өткенде тойыма келген 1000 адамға орамал таратып кешетпей қалды. Күшті біздің Қазақстаннан шығып жатқан брендтер кез келген елге ұялмай көрсететін орамал. Көмеймен бір нәрсе қосып айтып кететін нәрсе бар. Бәрі ойлап тұр ғой, Мериюша. Сол брендті хозяйны. Негізі хозяйны осы деп. Бүйтіп есептеп отыр ғой. Күйеудің тапқанына әйелдің ақшасы дейді ғой негізі. Ол да бар. Сып свежий қайната мен қайнене. Ал құтты болсын. Қолыңыздың ұзарғаны құтты болсын. Жастар бақытты болсын. Құдай қаласа енді бесік тойға барайық. Алла қаласа сендердің де ұлдардың тойында әдемі кемпір шал болып бәріміз. Аумин. Құдай қаласа біздің келіншектерімізге де сіз сияқты жап-жас болып, ене болып жүріп бұйырсын. Құдай қаласа. 2043 жыл ноябрь. Мен балам үйленеді. Жазып қойыңыздар. Ноябрьде. Құдай қаласа. Средаға маға қоясың ба? Бол. Өзінде бата беретін жерлеріміз. Нұрбол, кішкентай құтты болсын. Адамы нық болсын. Рахмет айтқан. Группа блестящий. Біздің енді мына әулетіміздегі ең үлкеніміз, жақсы көретін абысыным бүгін алмас жеңешем қайда. Содан кейін екінші біздің бас құдағиымыз, алмас жеңеше бас құдағиымыз жұлдызымыздың анасы Бекзада ханым. Ал шапалақ қойыңыздар алмас жеңеше мен Бекзада ханымға. Осы кісінің қызында енді жаңағы 5 бала шаға туып берді. Өзінің орны бар деп ойлаймын. Абысымыздың да өзінің орнына, өйткені қара шаңырағымыздағы бүкіл әулеттің бәрін басқарып отырған, қамқор отқан осы жаңағы абысының анамыз деп айтсам да болады. Екі беске салатын аналар келе жатыр. Қошемет